Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 14 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгінгі таңда жеке мәселелерді шешу сәтті болады. Шетел тілі курсына жазылыңыз, пайдалы әдебиеттерді оқыңыз. Бүгін торпақтар өз тағдырының қожайыны ретінде сезінеді. Алыстағы қорапта депрессияны жасырады және әрі қарайғы әрекеттер үшін дұрыс шешім табады. Бүгін бейтаныс біреу сіздің өзіңіздің бағалауыңызды көтере алады. Өзгелердің ісін неғұрлым көп жасасаңыз, өз проблемаларыңызды шешуде сәттілікке жету мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Іс-сапарға шығуыңыз мүмкін, бірақ ол қандай болса да бұл қызықты болады. Шаяндар үшін бүгінгі түнді тыныш жағдайда өткізу пайдалы. Ұзақ уақыт бойы не ойлануға болады? Иә деп жауап беріңіз. Бүгін ешкімнен ештеңе сұрамау керек. Бүгін қаншалықты батылдығыңыз бен табандылығыңызды көрсетсеңіз де, сіз тарсылдатқан есіктер саңырау болады. Сондықтан аздап уақытты күтіңіз. Бикештер, бүгін әр адамның бойынан жақсы нәрсе табыңыз деген психологиялық ойын ойнау керек. Неғұрлым тыныш жүрсең, соғұрлым әрі қарай жүресің деген мақалды есте сақтаңыз. Және еш дүниеге асықпаңыз. Телефон кітапшасын сүзуге арналған бос сағатты табыңыз. Өз-өзіңізді сынға алыңыз. Егер таразы бүгін фильм көре білсе, комедия жанрын таңдаңыз. Миыңыз біраз демалсын. Егер шешілмеген саршаяндардың жаңа нәрсені байқап көруге мүмкіндігі болса, шешім қабылдап көріңіз. Бүгін бәрін жасауға тырыспаңыз. Сізге қосымша қиындықтар қажет емес. Ең маңызды нәрсені ұсақ тек заттарға шашырамай, өлшенген түрде жасаңыз. Жаңа таныстықтар болуы мүмкін. Бүгін біреу сізді өз тарихын айтып жылатқызып жібереді. Бірақ сіз оны жүрекке жақын қатты қабылдамаңыз. Ал біреу сізге агрессия көрсетсе, оған жауап қайтармауға тырысыңыз. Бүгін тауышкілер туыстармен кез келген тақырыпты қозғай алады. Диалог өзара түсіністік толқынында өтеді. Егер нақты сұрақтар мен тапсырмалар болса, оларды бірге шешуге болады. Бүгін суқиғыш өздерінің фобиясын жеңіп, бұрын-соңды болмаған батылдық танытады. Суқиғыш өзіңізді құдіретті деп санамаңыз, мүмкін емес нәрсені қайта жасауға тырыспаңыз. Бүгін жаман әдеттен бас тартуға тамаша күн. Бүгін балықтар біреуге қолдау көрсете алады, немесе жақсы кеңес бере алады. 14 маусымға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.